сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз жер қонақтың пайдасы. Жер қонақтың ем болатын аурулары және қолданылуы. Біріншісі, бауырдың жедел қабынуына, сары түріндегі бауыр қабынуына. Жерқонақ тәтті дәрісінен 100 грамм жерқонақты суға 2 рет қайнатып, 2 ретке қоспасын 50 грамм қара қант қосып қайнатады да, су алып 200 мл қалғанда қолданылады. Әр жылда 100 мл-ден күніне 2 рет ішеді. Екіншісі, ішектің қабынуына, дизентерияға, бауыр қабынуға, маңдай қуысының қабынуына, жоғары тыныс алу жолының қабынуына 300 грамм жерқонақ пен 400 грамм бақбақты қосып, талқандап, балға қосып домалақтап, әрбірінің ауырлығы 10 граммнан, әр жылда бірден күніне 3 рет ішеді. Үшіншісі, қызба аурулардың сандырағына, қол-аяқтың құрысуына. Төртіншісі, шиқан, сыздауық және асқынған жараларға да қолданылады. Қолдану мөлшері 3-10 грамм. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.